Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Бүгінгі сабағымызда осындай әдемі гүлді тоқитын боламыз. Гүлді тоқу үшін біздерге жіп, крючок, қайшы қажет болады. Менде жіп 100% акрил, 50 грамда 150 метр және екінші номерлі крючокпен тоқитын боламын. Видеоны қарамас бұрын достар, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоға лайк басып қойыңыздар. Ең алдымен дөңгелекше жасап аламыз. Осы дөңгелекшенің ортасына 3 воздушный петля тоқимыз бірінші. Бұл бізде бір столбик с накидымды алмастырады. Енді ары қарай 11 столбик с накидым тоқимыз. Сонда барлығы бізде 12 столбик с накидым болады. Столбик с накидым тоқу менің каналымда бар. Сілтемесін описание қалдыратын боламын. Не 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбик с накидым. Енді мына жібімізді тартамыз. Бірінші петляға крючогымызды өткізіп, қатарды аяқтаймыз. Енді екінші қатар тоқимыз. Ол үшін 3 воздушный петля. Бұл бізде бір столбик с накидымды алмастырады. Осы петляға тағы 3 столбик с накидым тоқимыз. 1, 2, 3. Сонда бізде бір петляда 4 столбик с накидым болды. Енді бірінші воздушный петляға крючогымызды өткізіп, мына петлямызды, яғни жібімізді өткіземіз. Яғни попкорн жасаймыз. 2 воздушный петля. Келесі петляға 4 столбик с накидым тоқимыз. 1, 2, 3, 4. 4 столбик с накидым. Бірінші петляға крючогымызды өткіземіз да, жібімізді аламыз. Петляны осы жерден өткіземіз. 2 воздушный петля. Келесі петляға да тура солай жасаймыз. Яғни 4 столбик с накидым. 2, 3, 4. 4 столбик с накидым. Бірінші петляға мінекей крючогымызды өткіземіз да, жібімізді осы жерден өткіземіз. 2 воздушный петля. Мінекей осылайша етіп, әрбір петляға осылай тоқып шығамыз. Сонда бізде 12 попкорн узор болады. Тоқып шығайық. Мінекей екінші қатар тоқып алдық. Енді бірінші воздушный петлямен біріктіреміз да, қатарды аяқтаймыз. Енді үшінші қатар тоқимыз. Ол үшін біздер мына 2 попкорн узорының ортасындағы воздушный петляға крючогымызды өткізіп, столбик без накиды тоқимыз. Тағы да столбик без накиды тоқимыз. 2 воздушный петля. Осы жерге 2 столбик без накиды тоқимыз. Мінекей. Онан кейін келесі
2 воздушный петля, яғни 2 воздушный петлясы бар аркаға мінекей 2 столбик без накида, 2 воздушный петля, 2 столбик без накида. Келесі 2 столбик без накида, 2 воздушный петля, 2 столбик без накида. Осылайша етіп, айналдыра тоқып шығамыз. Неге қатар тоқып алдық? Енді келесі қатар тоқимыз. 1 воздушный петля, шіпті крючокқа ілеміз. Енді мінекей алдың қатардағы 2 воздушный петляға ортасына, мына жерге мінекей аркаға столбик с накидом тоқимыз. Столбик с накидом, тағы столбик с накидом, яғни 3 столбик с накидом, 3 воздушный петля, 3 воздушный петля. Енді бірінші петляға крючогымызды өткізіп, жіпті іліп, біріктіреміз, яғни пико жасаймыз. Тағы да 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. Енді мінекей алдың қатардағы мінекей 2 столбик без накида, мына жағында 2 столбик без накида. Соның ортасына мінекей ортасына столбик без накида тоқимыз. Мінекей. Енді қайтадан 2 воздушный петляның ортасына, яғни аркаға 3 столбик с накидом, 1, 2, 3 столбик с накидом, 3 воздушный петля, бірінші воздушный петля крючогымызды өткізіп, шіптеліп, біріктіреміз, яғни пико жасаймыз. Тағы да 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2 және соңғы 3 столбик с накидом. Енді неге ортаға столбик без накида тоқимыз. Неге осылайша етіп, біздер тоқып шығамыз. Өзіміз тоқып шығайық. Неге мен тоқып алдым. Енді бірінші петлямен біріктіріп, қатарды аяқтаймыз. Және жібімізді қиып тастаймыз. Жіпті түйіп, жіптің барлығын жасырып аламыз. Мінекей мен жіптердің барлығын жасырып алдым. Сонымен біздің гүліміз дайын. Бұл гүлмен кез келген тоқыма бұйымдарын әсемдесеңіздер болады. Мінекей мен гүлді моншақтармен тігіп, осындай шляпаға тігіп қойдым. Шляпаның тоқылуы менің каналымда бар, сілтемесін описание қалдыратын боламын. Достар, сіздерге видеосабақ ұнады деген ойдамын. Егер видеосабақ бойынша қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментария қалдырыңыздар. Видеоға лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Бастысы каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Жаңадан шығатын видеосабақтарды жіберіп алмау үшін қоңырау шамына басып қойыңыздар. Келесі сабағымызда кездескенше сау болыңыздар.